читать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Хей, сәлем достар. Сіздермен бірге мен Аюканай, және де сіздер менің арнамдасыздар. Бүгінгі видео өте ерекше болады. Бүгінгі ролик жақында мектепке деп аталады, ал бүгінгі видеоның тақырыбы менің мектепке сатып алған заттарым мен оқу құралдарым деп аталады. Сіздерге қызық болса, біз бастаймыз. Видео бастамас бұрын менің және інімнің каналдарына тіркеліп, қасындағы қоңыраушаны басып, видеоларымызға лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Және де өздеріңіз қалайтын видеоның да аттарын жаза кетсеңіздер болады. Біз түсіруге тырысамыз. Видео бастамас бұрын мисс Таңшолпанға, мисс Наяға, Қарақат Төлеуге, Гүлжан Рақышқа, Алинаға және де Лейла Миксқа сәлем жолдаймын. Менің атымнан сендерге сәлем. Сіздер де менің сәлем жолдағанымды қаласаңыздар, онда міндетті түрде менің видеоларымда өте белсенді болыңыздар. Менің видеоларыма өте мені қуантарлықтай коммент жазып кетіңіздер. Және де інімнің де каналына видеоларына жазсаңыздар, інім де сәлем жолдайды. Ендеше сіздерге сәттілік. Міне достар, осы пакеттің ішінде менің сатып алған барлық оқу құралдарым мен заттарым бар. Достар, ең бірінші мен осы пакеттегі заттардың бәрін столға тізіп дұрыстап анықтап қойып қояйын, сосын сіздерге рет-ретімен біртіндеп көрсететін боламын. Достар, міне мен барлық оқу құралдарымды, заттарымды осында столға тізіп қойдым. Енді оны сіздерге біртіндеп тұрып көрсетемін. Ал ендеше бастаймыз. Достар, ең бірінші менің көрсететін заттарым, сатып алған заттарым, ол менің осындай екі жай ғана қарындаштарым. Міне. Осындай екі жай ғана қарындаштар. Неге мен екеу ғана алды десеңіздер, мен былтырғы оқу жылында, яғни 5-ші сыныпты оқып жүргенде, қыс мезгілінде, яғни оқу жылының ортасында осындай қарындаштар алып қойғанмын. Бірақ та мен оны әлі ашпадым. Сол үшін мен осы оқу жылына екі ғана қарындаш алдым. Екінші көрсететін затым, ол осындай жай ғана көп осындай қаламдар. Олар кәдімгі қаламдар, бірақ та ол Макс Трайдер деп аталады. Бұлардың качествосы жақсы болады, сол үшін мен осы қаламдарды алдым. Және де осындай қоқиғаздың суреті бар, осындай қалам, ол да көк түсті, яғни оқушыларға арналған. Келесі көрсететін затым менің осындай пеналым. Мен бұл пеналды мектепке ұстамаймын, кейде ғана ұстаймын араластырып. Бірақ та көбінесе бұны мен бір жерге барғанда заттарымды салып қою үшін, салықтар салу үшін ұстаймын. Және де достар, менің осындай екінші көк түсті пеналым. Білем, бұл ұлдардың пеналы. Қалжың достар, бұл менің інімнің пеналы. Інім өткенде видеоға түсіруді ұмытып кетіпті, және де ол кезде оның бұл жаңа пеналы болмады. Інімнің оқу жылына не алғандарын көру үшін менің інімнің каналына тіркеліп кетіңіздер. Сол жерде менің інімнің Back to School атты видеосы бар. Пова клейі, жай ғана клей, осындай сызғыш, түрлі түсті осындай маппеттің қарындаштары. Олар 24 түсті. Міне. Дәптерге арналған осындай қап. Менің дәптерлеріме арналған екінші қаптар. Менің үлкен кітаптарыма арналған үшінші қаптар. Күнделікке арналған қаптар. Және де кішкентай оқулықтарға арналған қаптар. Келесі көрсететін сатып алған затым осындай стикер смайликтер.
Бұл смайликтерді біз достарымызды, қасымыздағы сыныптастарымызды бағалау үшін қолданамыз. Сол үшін мен оны сатып алдым. Ағылшынға арналған осындай дайын сөздік дәптері. Мен ондайдан 2 алдым. Жай ғана черновикке арналған 2 дәптер. Күнделік. Кәдімгі оқушыға арналған күнделік. Осындай қалың 96 беттік дәптер. Ол шақпақ дәптер. Жазу дәптер. Ол 48 түсті. Жазу дәптер. Және де кәдімгі оқушыға арналған стандарт 12 беттік дәптерлер. Осындай математикалық дәптерлер. Және де осындай жазуға арналған жол дәптерлер. Келесі көрсететін зат менің осындай 2 өшіргішім. Бұл өшіргіштер макеттік емес, бірақ та соныкі сияқты. Dolphin фирмасының. Осындай түрлі түсті, 6 түсті борлар. Ол мектепке керек болмайды, бірақ өзім үшін сатып алдым. Осындай гуаш, Луч компаниясы. Олар 6 түсті. Осындай менің екінші пеналым. Бұл пенал розовый түсті, және де мұна жерінде бағанағы қаламдікі сияқты осындай фламинго бар. Яғни қоқиғаз бар. Түрлі түсті қағаздар мен түрлі түсті картондар. Ланчбокс. Олар жай ғана простой ланчбокстар, бірақ та сонда да қолайлы. Сөмкеме сияды. Осындай декоративный скотчтар. Мен оладан 4 алдым. Стикерлер. Термоклейге арналған оның осындай клейлері. Яғни ішінде клейі бар. Осындай түрлі түсті ручкалар, яғни қаламдар. Бұның ішінде 6 түс бар: қара, фиолетовый, көк, жасыл, қызғылт сары және де қызыл түсті. Осындай фломастер, маркерлер, олар 4 түсті. Сарғылт түс, жасыл түс, розовый түс және де қызғылт сары түс. Және де ең соңғы зат, ол мектепке керек емес, бірақ та маған өзіме керек зат. Блокнот. Осындай блокнот. Достар, осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса міндетті түрде лайк басып, міндетті түрде коммент жазып, және де достарыңызға таратыңыздар. Егер менің арнамда бірінші рет болсаңыздар, онда менің арнама тіркеліп, басқа видеоларымды да қарап кетіңіздер. Және де айтқанымдай, інімнің де каналына тіркеліп кетіңіздер. Ендеше сау болыңыздар.